Сәлем баршаға. Бүгін бізде магистратураның ағылшын тілінен тест нұсқаларын талдайтын боламыз. Тест вариант екінші вариант. 17 сұрақтан басталады. Салтанат advised me a new apartment. Салтанат маған жаңа пәтер табуды ұсынды, ақыл айтты, кеңес айтты. Advised me. Демек, advise ол бізде инфинитив to мен жүреді. Сондықтан Салтанат advised me to find a new apartment. Яғни де жауабы дұрыс. Next, I didn't write quickly enough. Яғни бізде бұл adverb болады, үстеу болады. Яғни мен жеткілікті жылдам жазған жоқпын дейді. Up till now, I have learned English by myself. Яғни қазірге дейін мен өзім ағылшын тілін өзім үйрендім деп тұр. Ол English by myself болады. Next, Portsmouth is the south coast of England. Яғни Portsmouth деген ол бізде оңтүстік Англияның оңтүстік жағалауында орналасқан. Ол жерге біз предлог Portsmouth is on the south coast of England деп қоямыз. On the south болады. Under астында деп айтпаймыз. By келмейді, және in ішінде ол келмейді. Next, I like to sit the fire and listen it's crackling. Яғни мен алаудың жанында отырғым келеді, ұнайды. I like to sit by the fire and listen to its crackling. Listen міндетті түрде to мен жүреді, және to sit by the fire болмайды, болады. A жауабы дұрыс. Next, 22. Retired plumber has asked me to paint his portrait. Яғни retired дегеніміз ол пенсияға шыққан адамды айтады. Пенсияда отырған кісіні айтады. A retired plumber деген ол бізде сантехник. Retired plumber has asked me to paint his portrait. Яғни ол менен өзінің портретін бояп беруді сұрады. Демек бізде бұл адамды айтып тұрғандықтан, яғни мамандығын айтып тұр, кім екенін a retired plumber қоямыз. Next, don't make me hurt you деген сөзге қандай предлог сөйлемге, қандай предлог келеді? Don't make me over hurt you деп айтпаймыз. Don't make me at hurt you деп келмейді. Don't make me to hurt you дегенімізде сөйлемге келмейді, яғни бұл жерде еш нәрсе болмайды. Don't make me hurt you. Ары қарай. I was bad lying. I was bad in lying келмейді. Of lying деген сөйлем болмайды. I was bad at lying. Мен, яғни жатудан жаманмын дейді, өтірік айтудан жаманмын дейді. Lying деген бізде бұл алдау, өтірік айту деген мағынада келіп тұр. Сондықтан at lying болады. Next, she usually goes to work. Ол әдетте жұмысқа машинамен барады. Кез келген транспортты айтатын болсақ, машина, пойыз, самолет, біз оған by деген предлог қоямыз. By car, by train, немесе by plane деп айтамыз. Сонда she usually goes to work by car. Text, my final exam was on, яғни 16 июнь 93 жыл деген ағылшыншалап айтудың, осы күнді айтудың дұрыс вариантын табу керек. The 16th of June 1993 дейді. B. 60th, ол 60-шы деп кетіпті, C жауабына қараймыз. 16th of July, July емес, бізде 6-шы ай, бізде июнь. Сондықтан келмейді. Соңғысы 16th of June 1993 деген. Яғни біз 1993-ті мына жерде дұрыс жазбаған. 93-ті біз 1993 деп айтамыз. Сонда бізде A жауабы келеді. 16th of June 1993.
27 сұрақ. You at all since I you last time. Since деген бұл бізде уже қай шақтың несі предлогы білдіреді, ол бізде present perfect пен айтамыз, иә. You didn't change at all since I have seen you last time. Соңғы рет көргелі сен өзгермепсің әлі деп айтып жатыр, иә. Сонда бұл бізде past simple мен жағы present perfect'ке кетеді. Next, Bob was in his 50s. 50s, 50-ші туған күн тойлап жатыр. When he met Anna Maria, ол Анна Марияны кездестіргенде ол 50 жасында болған. His 50s. Next. The water, can you turn it off? Яғни су қайнап жатыр. Сен оны өшіре аласың ба? Демек, ол су қазір қайнап жатқан іс-әрекет болып тұрғандықтан, қазір өшірші деп тұр. Демек, ол бізде қазіргі іс-әрекет бізде present continuous. The water is boiling болады. Was boiling деген ол бізде өткен шақ болып кетеді. Сөйлем осы шақта тұрғандықтан келмейді. Has boiling деген сөйлем болмайды. Boils деген ол present simple'да қоямыз, бірақ бұл жерде сөйлемге келмейді. Next. The issue is not worth discussed деп айтпаймыз. Having discussed сөйлемге келмейді. The issue is not worth discussing. Яғни іс жаңағыдай талқылауға тұрарлық емес. Не стоит деп тұр. Не стоит обсуждать. Яғни the issue is not worth discussing. Бұл жерде яғни герундидің рөлін ойнап тұр. Next. Есіл river becomes beautiful in summer. Есіл өзені жазда әдемі болып келеді дейді. Біз есіл өзенінің алдына, яғни артикльдерді тек қана белгілі бір жерге ғана қойылады, иә? Белгілі бір өзен, көл, таулардың атына қана қойылады. Есіл өзенінің алдына артикль қойылмайды. Демек, A жауабы дұрыс. Next. I'm going out. I'll be back an hour. Мен сыртқа шығып бара жатырмын. Мен I will be back, яғни бір сағаттан соң қайтып келемін деп тұр. Яғни бір сағаттың ішінде келемін десек, біз I will be back on an hour деп айтпаймыз. At сағатпен at an hour келмейді, яғни бізде бұл через час деген I will back in an hour. Бір сағаттан соң келемін. In an hour деп айтамыз. Ары қарай. Hi Julia. Сәлем, Джулия. Бұл Том. Is your dad at home? Сенің әкең үйде ме? Hi, Julia. This is Tom. Я? Бұл Том деп айтамыз. Сенің әкең үйде ме деп тұр. Ары қарай. You are a team have ever worked with. I like your job.